Сәлем достар. Сәлем достар. Біз бүгін Бекмырза екеуміз күн төңірегіндегі ғаламшарлардың айналысын зерттейтін боламыз. Яғни біздің тақырыбымыз күн жүйесіндегі ғаламшарлармен танысу. Жалпы Бекмырза, мына жерде қандай ғаламшарларды сен білесің? Көрсетші, қайсысын білесің? Атын айта көрсет. Қайсысын білесің? Мынаның аты не? Жер. Жер. Мынау ше? Сатурн. Қаттай. Сатурн. Сатурн. Мынау ше? Юпитер. Юпитер. Тағы да басқасын білеміз ба? Басқасын білмейміз, иә? Ендеше біз күн жүйесіндегі барлық 8 ғаламшармен қазір танысатын боламыз. Қарай ғой, бірінші бізде реттілікте Меркурий тұрады күннен кейін. Одан кейін бізде шолпан. Одан кейін бізде, мынау жаңа сен айттың, қандай аты? Жер тұрады екен. Үшінші, төртінші, жаттап алып ретін. Төртінші бізде Марс деген планета, яғни біз тұрған жердің айналасында Марс пен шолпан бар екен, да? Бесінші, шолпаннан кейін Юпитер. Алтыншы Сатурн. Жетінші бізде Уран деп аталады, және сегізінші Нептун. Да? Енді осыларды реттілігімен Бекмырза қазір күн жүйесіне, мына жерде бізде күн бар, жасап қойған өзіміздің, соның айналасына жайғастырамыз. Бірінші бізде күн жүйесіне ең жақыны Меркурий. Меркурийді салағы. Ең кішкентайда саламыз. Қаттырақ. Молодец. Болды. Екінші бізде шолпан. Шолпанды салағы. Болды. Үшінші бізде біз тұратын планета аты жер, я? Жер саламыз. Төртінші планетамыз құлап қалай не батыр? Бізде төртінші планетамыз Марс. Қатты салма, жарайды. Болды. Келесі бізде Марстан кейін Юпитер. Жарайды. Одан кейін бізде келесі Юпитерден кейін Сатурн салам. Болды. Енді бізде Сатурннан кейін бізде Уран, я? Уран. Одан кейін соңғысы Нептун. Мінекей, бізде күн жүйесінің айналасындағы 8 ғаламшардың айналысы пайда болды, я? Олар бізді күнді осындай реттілікпен айналдырады екен. Қызықты болды ма саған? Иә, қызықты болды. Енді қарай ғой. Бізде осы планеталарды, жалпы жұлдыздарды, мінекей аспандағы барлық денелерді мынандай қарайтын құралдар, иә? Бекмырза, кел. Бұл бізде телескоп деп аталады. Телескоппен кел қараймыз. Телескоптың мына жеріне қарасақ, бір көзімізді жұмып, иә, жақындасақ, не көрінеді екен? Аспандағы денелер көрінеді екен, иә? Жалпы көрінеді ма бір нәрсе? Әзірше көрінбей тұр, иә? Бірақ оны біз қай кезде қараймыз? Күн, түн ауысқан кезде қараймыз. Түнде жұлдыздар анық көрінеді, иә? Жақсы, біз бүгін сонымен не істедік? Күннің айналасындағы немен таныстық? Ғаламшарлармен. Қандай ғаламшарлармен таныстық? Айтып шықшы. Мынау бізде? Мынау бізде? Юпитер. Мынау? Иә, қандай еді? Юпитер, жерден кейін бізде Марс еді ғой, иә? Марс. Мынау бізде? Жер. Мынау? Жердің алдында бізде шолпан. Ал ең біріншісі бізде? Меркурий. Жақсы, жарайсың. Кел, әкел бізді. Жақсы, бізде барлығы осымен болды.